1 келі асқабақты бетін фольгамен жауып 35 минут, ашып 15 минут пісіреміз. Асқабақ осындай жұмсақ болу керек, ол суығанша. Ірімшік құрғақтау болса 1-2 қасық қаймақ қосып, осындай қоймалжыңдыққа келтіріп аламыз. Шекерімізді қосамыз, 2 жұмыртқа және крахмалды қосып, ванилин немесе ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Әдемілеп миксерлеп аламыз. Асқабағымыз суыса, миксерлеп, оған шекерімізді, жұмыртқа, крахмал және ванилинді қосып, миксерлеп аламыз. Дайын болған қоспаларымызды дәл видеода көрсетілгендей 1-1 қасықтан осылай ортасына құйып шығамыз да 180 градуста 45 минут пісіреміз. 45 минуттан кейін заливканы үстіне құямыз. Оған асқабақтың пюресі, қаймақ, жұмыртқа және сахарный пудраны жақсылап араластырып, пешті ашып, үстіне құямыз да 15 минут пісіреміз. 15 минуттан кейін тағы 20 минут ашық пештің ішінде қалдырамыз. Кейін форманы шешіп, толық суығанын күтеміз. Мінеке барлығы дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіздер жасаңыздар, бізге ас болсын.